достар, мынау не деп ойлап отырған шығарсыздар, бұл алдында цементтен құйылған, осындай мен ашылып тұрған. Бірақ та бұл бізге қажет жоқ. Бүгін біз осындайдың тағы біреуін жасаймыз. Алдында жоқ, мынандайдың біреуі тағы да басқа да размерде ғой. Міне. Екі размер міне, екі размерде. Яғни біз бүгін екі гантель жасаймыз. Екі жақтан құйып тастаймыз, сосын ортаңда труба бар ғой, ұстайтын жері. Оны сосын қадай салатын боламыз. Бүгін осы, міне, алдын айтып өткендей, екінші гантель жасау, осыны жасайтын боламыз. Кеттік. Екінші несінде аяқтады. Қараңыздар. Осылар екі жақ шеті болады. Какой-то бомба. Міне осымен қиып болдық. Міне науғананкі. Ойлады достар. Күтіңіздер, кішкене кепсін, сосын мынандай болып шығады. Сосын соны қайтадан тесттен өткізетін боламыз. Олай болса, достар, міне гантель жасалдық. Сәл қалды. Жататын не? Орындық. Ойласа сол кезде кездескенше. Қайттым. Бүгін өткенде әлі. Жұматаса. Кеше жұматаса. Міне. Үшеуі жақсы шықты. Мұны беті кішкене неді. Бір түрі. Мынан кішке. Мұны артында сәл нашар шыққан. Темірлер шыққан. Алып көрейік біреу. Бабырын. Қызық болсын. Уля, у нас это надо чистить. Мама. Не у вас. Почему? Ассалаумағалейкум достар. Осымен бір апта өтіп кетті. Жаңа екеуміз көйлек δουλетін жинап. Қазір бастаймыз. Видеоны күтіңіздер. Заттарды дайындап алайық. Жасайтын заттар. Свет қосу керек қазір. Күтіңіздер, бәрін дайындап аламыз. Кеттік. Жағдайлар қандай екен? Әлі қағаз үстіне. Осылай болып қалатын. Ау болмасын ба ішінде қалып қойған? Қағаз қалып қойған. Осыларды қазір қосатын боламыз. Труба. Соны көріңіздер.
Болды, жетті. Қапты. Қашылар. Кішкентай бір түрлі болсын. Бақай түсіп қалмасын. Осындай. Көрінеді. Көрініп тұр еді, ақанса. Жігітейді. Кет қайықта жүрек. Осымен достар. Ауыш ма? Үшеу жасадық, қалын айтып өткендей. Дәуір жағынан қолдауымен, және мейіттермен қолдауымен спонсор болған. Сондықтан да достар, міне сіздер де өздеріңіз үйде жасай аласыздар, осылай тура осылай. Үшеу жасадық. Дәуір весі қандай, алдыңғыдан кішкентайды анау. Алдында жасаған міне анау. Екіншісі. Өлшегіндей. Мамыш? Екеуміш. Кішкентаймыш. Ну, жеп жеңіл ғой, ну. Вообще жеп жеңіл ғой. Саған болады шығар? Ну, салмақ жоқ болып қалады. Вообще салмақ жоқ. Міне достар, осымен видеомыз аяқталды. Міне тағы да бір екінші бөлім шығардым. Қалай контент жасауға болады деген. Сіздер де осылай жасап алыңыздар. Міне кәдімгі шын профессиональный контентке ұқсайды. Егер де осы штангалармен жаттығуды көрсетсін десеңіздер, контенттермен, онда каналға тіркеліңіз, лайк қосыңыз, және комментарий жазып кетіңіз. Олай болса достар, сау болыңыздар. Пока-пока, чау. Осы